Қымбатты оқырман, менің авторлық оқиғаларым сізге қызықты болса, каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жаза отырыңыз. Бұл сіздің әрекетіңіз менің одан да қызықты оқиғаларды жазуға шабытымды оятады. Бұл өткен ауырда қиын оқиғаны қозғап, жақындарының жүрегін жаралап, жараның бетін тырнау емес. Мұндағы мақсатым нақақтан нақақ жала жабылып, өмірлері қыршыннан бұзылып кетсе де, сынбай ауыр тағдырға қарсы тұрып, өз өмірлерін тура жолмен сүріп, жалғастырып кеткен 10 боздақ қазіргі жастарға сабақ болса деймін. Қаракөз қыздарға да айтарым, өзіңнің қыздық пәктігіңді бұзып жатса мейлі. Ал оқиғадағы кейіпкер құсап, көшеде жүріп бала туып, өз келісіміңмен әр жігіттің қойнында бір жатып, келесі бір жігіт күшпен жатса, зорлады деп талай бозбаланың өмірін қыршындай қиып жатсаңыз, айналып өзіңнің болашақ ұрпағыңа басыңа түскен тас құсап тоқ етпесіне кім кепіл? Сонымен бір ауылды күңірентіп, 10 боздақтың біреуі денсаулығына байланысты түрмеден босап шықты. 9 боздақтың алғашқысы 9 жылды арқалап кете барды. Барлығы өрімдей 17-20 жастың ішіндегі жігіттер. Уақыт өте берді. Қазақта уақыт емші дегендей күйбең тірлік басталып, ақырын ұмытыла берді. Ерлан сол өзінің аузынан шыққандай 4 жылды арқалап кете барды. Күз келді, қыс келді, көктем келді, жаз келді. Осы 4 мезгіл 4 рет айналып келді. Арада 4 жыл уақыт өтті деген сөз. Ол кездері 10-шы сыныпта оқып жүрсек те, сол баяғы ақбантик, бұрынғыдай 6-шы сыныптағы қыздар емеспіз. Қазіргі қыздардай сызылып бой жетіп тұрған қыздар жоқ. Көп нәрсені түсіне бермейміз. Күз мезгілі болатын. Сыныпта 12 қыз бармыз. Менің Жанар деген құрбым болатын. Мектепте қоғамдық жұмыс, мектепішілік жарыстарға қатысып жүргендіктен бе, жоқ сабақты жақсы оқығандықтан ба, әйтеуір қыздар өздерінің жеке бас мәселесі шығып қалса, я Жанарға болмаса маған айтатын. Мен деген қыздарды үйіріп алып, өзімше біраз мәселені шешіп қоятынмын. Қыздардың бетке ұстары болдым десем де артық емес. Жоқ әлде мені атанасы жоқ жалғыз қыз деп сыйлады ма, әйтеуір сырларын көбіне менімен ақылдасып шешетін. Айнұр да бұрынғыға қарағанда өсіп, бой жетіп қалған. Өзі де сұлуланып әдемілене түскен. Арасында орысша да сөйлеп қоятын. Үйінде атанасы көбіне орыс тілінде сөйлеуші еді. Бұрынғы Ерланды да ұмытып кеттік. Ол кездері қыз бен ұл достық қарым-қатынаста жүретін. Ерланның Саламат деген інісі болды, қарсы сыныпта. Саламат бұрынғы әңгімені біле ме, жоқ Айнұрға деген достық қарым-қатынасы болды ма, әйтеуір екеуі ажырамас дос болып жүрді. Бір күні ауылда Ерланның атанасы Ерланға барып кездесіп келіпті. Жағдайы жақсы екен, жақында босап қалады екен деген сыбыс шықты. Сол кезде Ерлан атанасына не әңгіме айтқанын білмеймін, өз қолымен жасаған сырғаны атанасынан Айнұрға беріп жіберген екен. Бірақ ол сырғаны Саламат Айнұрға әкеп берді де, одан кейін Айнұрға жақындамай жоламай кетті. Бір күні қыздар улап-шулап сабақта отыр едік. Айнұр түрі бұзылып кеткен. Маған келіп құлағыма сыбырлады. Зәуреш, далаға шығып кетші, деді. Мен ойымда еш нәрсе жоқ. Айта берші Айнұр, дедім. Мен саған бір нәрсе көрсетемін. Басқалар көріп қояды, ұят болады, шықшы, деді. Мен қыздардың шулаған дауыстарына, сөздеріне қарқылдай күліп далаға шықтым. Айнұр көңілсіз. Маған қолында бір конвертті беріп, Зәуреш, мен не істеймін? Сенен ақыл сұрайын деп едім. Ерлан деген біреум түрмеден хат жазыпты маған. Қорқынышты, мамам мені өлтіріп ұрды, деді жыламсырай. Мен оны мүлдем танымаймын. Бұл кім дегенде баяғы Ерлан ойыма сап ете түсті. Бірақ сенбедім. Ерлан емес шығар. Оған неше жыл өтіп кетті. Айнұрды ұмытып кетті ғой деп ойладым. Кетші бар Айнұр. Қайдағы Ерлан? Қайдағы түрмеден хат? Түрмеден келгенін қайдан білдің? Мамаң қайдан білет деп мысқылдай күлдім. Мен орысша білмеймін. Ол орысшаны жақсы білетін. Міне Зәуреш, қарасай, конверттің сыртында қаласы, отряды, номері бәрі жазылып тұр. Анам осы үшін мені өлтіріп ұрды. Танымаймын десем де сенбейді. Анам ішін ашып
оқыпты, маған ашық күйінде берді. Мамам мені енді өлтіреді, ағам да ұрсып жатыр. Не істеймін, сен айтшы деді. Ал мен, не айтып кеттің, әкелші хатты дедім де жұлып алып оқыдым. Негізі мен әдеби кітаптарды көп оқитынмын. Мектеп библиотекасынан емес, ауылдың кітапханасына барып кітап алып оқимын. Ол кездегі әдеби кітаптар өте керемет еді. Хатты ашып қалып едім. Құдайым-ау, бұл не деген жазу? Ұл немесе жігіт жазған жазу емес, құдды бір ана жазуға қарап, доктор немесе бір профессордың жазуындай, болмаса сұлу қыздың сұлбасындай, тайға таңба басқандай жазуының өзі бір керемет дерсің. Түрмеде отырған жігіт емес, ол кезде Алматы, Москва деген қалалар қазіргі шетелмен бірдей еді. Сол бір Москвада үлкен оқуларда оқып жүрген студенттің хатындай. Мән мағынасына келсем, жоқ, оны жазған Ерлан емес, кәдімгі күнде оқып жүрген әдеби кітаптарды жазған құдды бір Мұқағали дерсің, болмаса Мұхтар Шаханов, болмаса Бауыржан Момышұлының қанатты сөздері дерсің. Мен аузымды ашып таң қалдым. Әрине, Айнұр оның біреуіне де түсініп тұрған жоқ, ол орысшалау болған еді. Ал мен мұны жазған Ерлан емес, құдды бір ақын деп шештім. Қымбатты Айнұр, бұл менің сізбен танысу хатым. Менің есімім Ерлан. Қарсы болмасаңыз, сізбен хат арқылы танысқым келді. Әрине, мен сізді 4 жылдан бері танимын, бірақ сіз танымайтын боларсыз. Мен өзіме уәде етіп едім, 4 жылдан соң сізбен танысып жолығамын деп. Иә, менің бостандыққа шығуыма 3-4 ай қалды. Сізге деген сезімімді 4 жыл қапаста, еріксіз жүрегімде сақтадым. Бірақ мынандай тар қапаста жағдайда жүрегімде сақтаймын деп ойламаған едім. Тағдырыма қарсы тұра алмадым. Сізді көргенде барлығын айтамын деп шешіп едім, оған шыдамым таусылып бітті. Енді бұдан артық сақтай алмаймын. 4 жыл сақтаған сезімімді бүгін шығарып отырмын. Сенбесеңіз, мына өлеңім «Ен» деп аталады. Сіз 6-шы сыныпта оқып жүргенде сізге ен тақтым деп достарыма уәде беріп, сол кезде шығарған өлеңім деп өлең жолдарын жіберген. Содан не керек? Ерланнан келген хат емес, бір ақын немесе жазушыдан келген хатты оқығандай болдым. Енді не істеймін? Нағыз өмір енді басталғандай болды. Айнұр, тоқта, ойланайық, сабаққа кір, не істеу керегін сосын айтамын дедім. Жалғасы бар. Олай болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.